Сәлем достар, бұл видеода іш бұлшықеттерін түсіндіремін. Бірінші мускулис обликус экстернус абдоминис, іштің қиғаш сыртқы бұлшық еті. Төменгі 5-6 қабырғалардан басталады және қиғаш төмен қарай бағытталады екен. Артқы будалары лябиум экстернум криста илиакада аяқталады, ал алдыңғы будалары апоневрозға жалғасады. Яғни мынау ақтың барлығы бізде апоневроз болып табылады. Және осы апоневроз төмен қарай бағытталады да спина илиака антериор супериор мен туберкулум пубикумның арасында трубка тәріздес, яғни оралу арқылы байлам түзеді. Ол шап байламы деп аталады, лигаментум ингуинале. Келесі мускулис обликус интернус абдоминис 7-ші цифрамен көрсетілген іштің қиғаш ішкі бұлшық еті. Криста илиакадан басталып, яғни төменнен жоғары қарай бағытталады екен. Бекінетін орны қабырға доғасы және төстің семсер тәрізді өсіндісі. Келесі мускулис трансверсус абдоминис 11-ші цифрамен көрсетілген іштің көлденең бұлшық еті. Оның жоғарғы будалары осылай жоғарыдан төмен қарай көлденең бағытта бағытталады, ал төменгі будалары криста илиакадан басталып, жоғары қарай және көлденең бағытта бағытталады. Келесі мускулис ректус абдоминис 2-ші цифрамен көрсетілген іштің тік бұлшық еті. Ол қабырға доғасы мен төстің семсер тәрізді өсіндісінен басталады да, жоғарыдан төмен қарай бағытталады, пирамидалық бұлшық етке жалғасады, ары қарай қасаға сүйегінде аяқталады. Және бұл суреттен біз анулюс умбиликалисті және линия альбаны көріп отырмыз. Линия альба дегеніміз іштің ақ сызығы және мынау кіндік сақинасы. Олар бізде іштің әлсіз жерлеріне жатқызылады. Келесі іштің тік бұлшық етінің қынабы. Яғни жаңағы аталған бұлшық еттердің барлығы кіндіктен жоғары және кіндіктен төмен орналасулары әртүрлі болып табылады. Мысалы, кіндіктен жоғары бірінші бізде сыртқы қиғаш бұлшық ет көрсетілген, яғни мынау бұлшық ет ары қарай қарамен көрсетілген, уже оның апоневрозы, және екіншісі іштің ішкі қиғаш бұлшық еті және оның апоневрозы осылай іштің тік бұлшық етін беспен көрсетілген, осылай қоршай орналасады екен. Және келесі үшпен көлденең бұлшық ет көрсетілген, және төртінші бізде көлденең фасса, яғни барлық бұлшық еттің артында фасса орналасады екен. Және кіндіктен төмен орналасуы бірінші, яғни ең сыртында сыртқы қиғаш бұлшық еттің апоневрозы, екінші іштің ішкі қиғаш бұлшық етінің апоневрозы, ары қарай көлденең бұлшық ет және іштің тік бұлшық еті. Және ең артында көлденең фасса орналасады, яғни бұл жерде разницасы іштің тік бұлшық еті кіндіктен төмен іштің ішкі қиғаш бұлшық етімен қоршалып тұрған жоқ. Келесі шап өзегін түсіндіретін боламын. Жалпы шап өзегі дегеніміз осындай канал сияқты зат болады. Осы шап өзегі, оның алдыңғы қабырғасын іштің сыртқы қиғаш бұлшық етінің апоневрозы құрайды. Яғни мына суреттен көре аламыз. Міне мына осы апоневроз, ал төменгі қабырғасын шап байламы, яғни осы апоневроздың трубка тәріздес оралуы нәтижесінде түзілген байлам сол бізде төменгі қабырғасын түседі. Ал алдыңғы қабырғасын осы апоневроз құрайды, және де артқы қабырғасын көлденең фасса, ал жоғарғы қабырғасын ішкі қиғаш және көлденең бұлшық еттер құрайды екен. Бұл шап өзегінде әйелдерде жатырдың дөңгелек байламы, ал ерлерде шәует шылбыры орналасады екен.